оқушылар, бүгін біздің музейіміздің ұйымдастырып отырған ши тоқу әдісі атты шеберлік сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың негізгі мақсаты осы сіздерге жас өспірім балаларға ғасырларда бері жалғасып келе отырған ши тоқу әдісімен сіздерді таныстыру, үйрету болып табылады. Бұл ши тоқу әдісі осы 15 ғасырдан басталып, осы Орта Азия жерінде кеңінен тараған өнердің бір түрі болып келеді. Және де бүгінгі сабақта сіздерге толығымен етіп түсіндіретін біздің музейіміздің қызметкері, суретші, әрі безендіруші, қолөнер шебері Өткелова Сәбира Абдылқадырқызы. Енді сөз кезегін өзіңізге беремін. Ал біз бүгін ши тоқу әдісін үйренеміз. Ол үшін бізге қандай заттар керек, содан бастайық. Ши тоқуға мынандай планшет, шидің орнына мынандай шпажкаларды қолданамыз. Білесіздер, оны көріп жүрсіздер ме? Өзіңді сатылады. Бұның размерлері мынау 20 сантиметр, 30 сантиметр, 40 сантиметр болады. Сосын скотч, жіп, жібек жіп, мынандай мақта жіп керек, карандаш керек. Ең керегі мына жүн. Түрлі түсті жүндер керек, әйе ақ жүн керек, бір түсті де жүн де болады. Мынау әшекейлеуге бахромалар. Кейбірде жүн табылмағанда мынандай даже тоқыма жіптерді де қолданады екен. Бірінші планшетті алып, оған үш жерден үстінен астынан шеге қарамыз. Мен дайындап қойдым, сіздердің алдарыңызда тұр. Планшет соған мынандайғы біз жіптерді кереміз. Мына жіпті мына жерден бастап былай байлаймыз дағы. Байлаймыз да мына жерден. Былай байлап, мына жіпті былай кереміз. Жіп қатты керілу керек. Қатты керілу үшін мына жіптер мысалы осал екен. Мақта жіптер. Сонымен екі қабаттап шиырып, мынандайға кердім. Үш жерден керіп, қағазбен жаңағы өздеріңіз нені көрсеткілеріңіз келеді, қағаздың бетіне, мысалы мынандайға ою саласыздар ма, әлде өздеріңіз нені атасыздар, соның суретін салып, мынандайға суретін салып, осылай жаңағы мына нені қағазды планшеттің бетіне орнатамыз, жапсырамыз. Жапсырғанда мен жаңа айттым, скотч керек деп мынандай жапсырамыз да, астынан жапсырылады. Сурет көрініп тұру үшін. А мына жіптер мына шиді түсіп қалмай тоқтату үшін, шилер сол үшін қолданылады. Жіптер. Сосын мына скотчпен мына қағаз түсіп қалмау үшін, былай жылжып кетпеу үшін скотч пайдаланамыз. Сол енді бастауға болады. Қазір алдарыңызда планшет тұр, қағаз дайын, ою басылған. Енді мына шиді алып, шиді алып, мына жүн былай жылжып жетпеу үшін шамалы ғана тірейді, жерімді. Былай не çalады, шамалы үшін. Сосын, мысалы сары түсті көрмейсіздер ғой. Сары түске, сары нені жүнді. Бірінші бұны, бірінші бастағанда ақши кетеді. Ақшиді бірінші жаңағы мынаған тоқып аламыз қазір. Бірінші тоқып көрейік, ақшиді. Ақшиді орналастырып көрейік. Мына шиді алып, тура ортасынан бекітеміз. Шиді бекітеміз. Ши деген үшке бөлінеді. Ақши, ақши, ешқандай тоқымасы жоқ. Сосын аралас ши, сосын шын ши деген болады. Ақши деген ешқандай не. Мына жерде Мына шын ши мысалы.
шымши деген мына оюға байланысты мына жүндермен әшекейленеді. Мына жерде қызыл жүн тұр, ақ жүн тұр, сары жүн тұр. Көп тұрса ғой. Бұл шымши. Мынау да шымши. Өрнектермен тоқылған ши. Ақ ши. Мынау да шымши. Қандай әдемі өрнектер жүнмен әшекейленген оралған. Апамыз ши тоқуда, мысалы біз қазір мына жерде үлкен мынандай бақан орната алмаймыз, мынандай құрылғы. Сондықтан мына бізде планшетте мына шиді, мына ақ ши деген ешқандай жүнсіз болады, өйткені ол киіз басуға қолданған, ауыл шаруашылығында үйде мысалы құрт жаюға қолданған ақ шиді, мынандай ақ ши ешқандай жүнсіз. Мына жерде мына шымши жасап жатыр, мына балалар жүнді орап мына бақанға орнатып жатыр. Мынау менің өзімнің дипломный жұмысым. 85 жылы графты көркем сурет факультетін бітіргем. Сол кезде мынау жасаған шиіміз дипломный жұмысым. Бұл шымши. Мынаның бәрі түрлі түсті бояуларға боялған жүндер. Түсіндіңіздер ғой, шымши, ақ ши, міне ешқандай жүнсіз тоқылған шиді айтады. Орама ши, әр жерден шамалдан түстермен жүн кетеді. Шымши деген мынадай ою бар, түрлі түстерден, жүндерден тоқылады екен. Енді міне ақ шиді қазір біз мынау сурет қисайтып кетеді. Қазір мен көрсетем, асыққанға. Мынаны былай етеміз дағы. Мынаны былай ішіне тағы да бір жүргізіп орап аламыз. Егер мынаны тоқтату үшін былай тартамыз. Орнады ғой? Ешқайда нетпейді. Енді екінші жіпін етейік. Мынау ши орнады. Тура мынау сызықтың есімен қисайып кеткендегі орнатамыз. Орап аламыз жіппен. Енді тағы да бір нені алайық та, шиді. Ал, біреуіңіз істеп көресіңдер бар? Ортасынан бастаған, осынан үстіне қоясыңдар. Шидің үстіне жіптерді үстіне қойып аламыз. Үстіне қойып аламыз былайла. Сосын мына ортасындағы мына жерде бірдей болсын, шидің несі былайна. Тағы да бір өткіземіз де, мені тартамыз. Ар жағын етіңдер. Біреуін бер жағын, біреуін ар жағын. Мен үш қыздан дегенім, біреу жаңа шиді орап отырады, біреу мына жіпті бекітіп отырады. Солай деп есептеймін. Бер жағынан қылмайсыңдар. Ар жағынан, бер жағынан кезек-кезек етсеңдер, мына ши қисайып түседі. Суреті қисайып, шидің өзі қисайып. Содан кейін уже біз бояумен бастаймыз, бояулы жүнмен. Мына жерден ағын кетсін, ақ ши. Ақ ши деген ешқандай жүнсіз, бірінші жүнсіз басталады. Орамай. Мынаны алып, тарқатып шам. Мына жағынан орап отырсыңдар ба, қалай өздеріңе ыңғайлы, солай орап. Бір жағынан ғана орамаса, жаңағыдай шидің несі суреті қисайып кетеді. Бір жағынан ғана мынау бекітілді. Мынау сурет бірдей болсын. Сурет бірдей болсын. Енді мына жағынан өтеді. Сонадан астананы алып, ши қозғалмау үшін осылай істеп бекіту керек шиді.
мына жерден алып мынаның астынан кетесің бірінші. Жіптеріңді өйтіп алмаңдар, байландырып. Орнады ғой. Енді мына бояулы жүнге келгенше, шиге келгенше, мына ақ шиді қоса бересіңдер осылай. Бір жағынан ғана, мына жақтан алып былай. Жүрейін ба? Түсінбей ма? Мына жерден шиді салдық, қыздар енді істеу керек. Байлау керек па? Мына үстінен алынады, мына ши былай. Шиді қоямыз, сосын барып үстінен теміздері. Орына жасасын деп тартып қойып. Мынау патшаты мақта жіп қой, жақсы нетіледі, тексеріледі. Енді мына шиді алып, мына жақ қылаймыз. Енді қараңдар, мына жерде уже жүн басталды. Түрлі түсті жүндің. Мына жерде тура мына жерді қызылға біз. Иә, қызылға боямыз. Оған дейін сары келеді. Мына жерге дейін қызыл. Мына жер қызыл, мына жерге дейін сары, қызыл, сары. Нарға тұра салайық. Мына мынаны аламыз. Сары қойда бірінші. Сары. Мына жерде боламыз сонда. Қазір бірінші мынаны нетіп алайық. Сосын барып белгілі болады. Мынаған шамалы ғана күлейді. Нетіп алайық та. Мынау жүн сырғып кетпеу үшін. Сосын мына жүнді былай тартып отырып,
тартып отырып ровно бірыңғай қылып түсіреміз жүнді. Шиеленісе береді. Қатты қалың қылмай, жұп-жұқа қылмай, біркелкі қылып деп тартып отырса нені жүнді сонда әдемі түседі. Қызыл араласып кетті. Орталары бүйтіп ашылмай әдемі болып түсін, иә? Енді жаңа мен белгілеген не осы ма еді? Жоқ осы. А мынау почему-то что? Сахарный вода сияқты. Бұл боялған жүн. Жүннің сосын мынандай искусственный да, натуральный жүн. Табиғи жүн де болады. Табиғи жүнді де бояйды. Табиғи жүндер тез жабыса қалады. Мынау мысалы искусственный жүн. Жасанды жүн. Жасанды жүндер бүйтіп жабыса қоймайды. Сондықтан мына клеймен бекітіп отырамыз жүнді. Ерден тоқтап, енді қазір не кетеді? Қай жүн? Қызыл жүн кетеді. Енді қызыл жүн кетеді. Саспай отырып істейтін жұмыс өте. Ол кездері әжелеріміз осылай оқыған. Көңілінің астына жаятын. Құрттардың астына жаңағы ақ ши кетеді. Жаңағы мына шын ши. Осылай әдемілеп керегілерге, анау киіз үйдің есіктерін көріп жүрсіңдер ме? Есіктерінде прям әдемі осылай шимен тоқылған өрнектер көбінесе. Сол жерге шын ши жібереді киіз үйде. Сосын керегелердің есіне ши жібереді. Ол даже неден суықтан қорғайды.
тағы да бұл сабақ болады деп ойлаймын. Ары қарай жалғасын табады. Бұл бір отырғанда ғана бітетін, шет оқу деген бір отырғанда ғана бітетін, бір сағатта ғана бітетін өнер емес, бұл қол өнері. Сондықтан біз бұл сабақтың жалғасын, шет оқудың жалғасын бір уақытқа белгілейміз. Сол кезде сіздер келіп, осылай ары қарай жалғастырасыздар. Осы бастаған сабақтарыңызды макеттеріңіз осылай тұрады. Сондықтан келесі сабақта жалғастырайық, иә? Ұнады ма?